Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about modal verbs must and have to. Let's get started. Сәлем баршаңызға, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен must және have to модальді етістіктері туралы талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay. Use must and have to when you think it is necessary or very important to do something. For example, the windows are very dirty. I must clean them. Яғни біз must және have to модальді етістіктерін бір істің, іс-әрекеттің қажеттілігін және де оның міндеттілігін көрсеткенде қолданамыз. Яғни біз ол іс-әрекетті жасауға міндеттіміз. Мысал үшін, the windows are very dirty. I must clean them. Терезелер өте лас болып тұр. Мен оны тазалауым керек. Яғни тазалауға міндеттімін деген мағынада қолданылады. Окей, тағы да бір мысалға тоқталатын болсақ, we must go to the bank today. We haven't got any money. Біз бүгін банкке баруымыз керек. Өйткені бізде ешқандай ақша жоқ. Яғни must have to бұл бір нәрсені істеуді керек еткендігін және де қажет екендігін көрсеткенде қолданылады. Ал енді жасалу формуласына келетін болсақ, subject plus must plus verb. Яғни бастауыштан кейін must модаль етістігі және де одан кейін етістік келеді. Мысал үшін, you must go, сенің кетуің керек. You must hurry, сенің асығуың керек. Яғни you бұл жерде subject, must модаль етістік, go verb, яғни етістік. Ал енді have to-дің жасалу формуласы бізде subjecттен кейін have to немесе has to plus verb. Бұл жерде біз I, you, we, they бірінші және екінші жақ зат есімдерінен кейін have to-ды қолданамыз. Және көпше түрде have to-ды қолданамыз. Ал жекеше түрде, яғни he, she, it үшінші жақ зат есімдерінен кейін біз has to модальді етістігін қолданамыз. Мысал үшін, I have to work. Менің жұмыс істеуге міндеттімін. She has to work. Ол жұмыс істеуге міндетті. Яғни he, she, ittен кейін біз has to модаль жетістігін қоямыз. Have to қолданбаймыз. Окей, ал енді must пен have to-дің өзіндік айырмашылықтарына келетін болсақ, have to-ды біз белгілі бір заң немесе ереже аясындағы іс-қимылды істеуге міндетті екенін көрсетеміз. Яғни must-та have to-да істеуге міндетті, бірақ must-қа қарағанда have to қаттырақ міндетті. Мысал үшін, I must leave now. Мен қазір кетуім керек. Яғни маған кету керек. Ал I have to wear my uniform every day. Мен формамды күнде киюге міндеттімін. Яғни мен оны қаласам да киемін, қаламасам да киемін. Яғни мен оған міндеттімін. Children have to go to school. Балалар мектепке баруға міндетті. Яғни бұл балалардың мектепке қаласа да, қаламаса да баруға міндеттілігін көрсетіп тұр. You can only use must to talk about the present or future. We cannot use must to talk about in the past. Тағы да бір ерекшеліктері, біз must модальді етістігін тек қана present simpleда және future simpleда қолданамыз. Яғни осы шақта және келешекте қолданамыз. Біз өткен шақта must модальді етістігін қолдана алмаймыз. Have to can be used in all forms. Ал енді have to бізде барлық шақта қолданады. Past simpleда, present simpleда, future simpleда. Яғни өткен шақта да, осы шақта да, келер шақта да біз have to-ды қолдана береміз. Мысал үшін, I had to go to hospital yesterday. Мен кеше больницаға баруға міндетті едім. Баруым керек еді. I have to go to hospital today. Мен бүгін больницаға баруға міндеттімін. I will have to go to hospital tomorrow. Мен ертең больницаға баруым керек. Яғни бізде have-тің өткен шақ формуласы had, яғни I had to go. Мен баруым керек еді. Кеше ол іс-әрекетті істеуім керек еді.
Ал енді болымсыз сөйлем жасауымыз үшін біз must модальді етістігінен кейін жай ғана not сөзін қоя саламыз. Мысал үшін, I must not forget my keys. Мен кілтімді ұмытып кетпеуім керек. Students must not be late. Оқушылар кешікпеуі керек. Яғни олар кешікпеуге тиісті, міндетті. Children must not eat so much sugar. Балалар көп тәтті жеулері керек емес. Оларға жеуге болмайды тәтті, я. Ал енді сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз must модальді етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. Яғни, must I go to the park? Мен паркке баруым керек пе? Яғни, паркке баруға міндеттімін ба? Ал енді біз have to немесе has to сөйлемдері модальді етістіктері арқылы болымсыз немесе сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз оларды шақтарға қоямыз, я. Жаңа ғана айттық, біз have to-ды үш шақтада қолдана аламыз: present, past және future-де. Яғни present simple-де, яғни have to арқылы біз болымсыз сөйлем жасауымыз үшін біз present simple-дің көмекші етістіктерін қолданамыз, яғни do, does-ды. Мысал үшін, I don't have to get up early. Маған ерте тұрудың қажеті жоқ. They don't have to get up early. Оларға ерте тұрудың қажеті жоқ. She doesn't have to get up early. Оған ерте тұрудың қажеті жоқ. Яғни біз do көмекші етістігін I, we, you, they зат есімдерінен кейін қолданатын болсақ, he, she, иттен кейін біз does көмекші етістігін қолданамыз. Ал енді she doesn't have to деп тұрмыз, я. Себебі бұл жерде has to болмайды, өйткені бізде does көмекші етістігі қолданып тұр. Ал енді болымсыз және сұраулы сөйлемде does көмекші етістігі қолданылған жағдайда етістікке s немесе ed жалғанбайды, яғни етістік өз қалпында қолданылады. Ал енді өткен шақта, яғни маған ерте тұрудың қажеті жоқ деп айтатын болсақ, біз past simple-дің did көмекші етістігін қолданамыз. Мысал үшін, he didn't have to get up early. Оған ерте тұрудың қажеті жоқ. Ал енді сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз осы present simple-да көмекші етістіктері, яғни do, does-ды бастауыштың алдына шығарамыз. Яғни, do I have to get up early? Маған ерте тұру қажет пе? Яғни, менің ерте тұруым керек па деген сөз. Және де, does she have to get up early? Оған ерте тұру қажет пе? Ал енді past simple-да біз did көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. Did he have to get up early? Оған ерте тұру керек па? Ол ерте тұруға міндетті ма деп қолданылады. Ал future simple-да біз will көмекші етістігін қолданамыз. Мысал үшін, I will have to get up early tomorrow. Мен ертең ерте тұруым қажет пе? Достар, бүгінгі біздің сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни must және have to модальді етістіктері бір нәрсені істеуді міндетті деп тапқан кезде қолданылады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.